Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет свекладан салат жасайтын боламыз. Салатымыз өте пайдалы, дәрумендерге өте толы, өте оңай жасалатын салаттардың бірі. Ештеңені қайнатуды қажет етпейді. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті заттар: қырыққабат, қызылша, аскөктер, сәбіз, қияр және сарымсақ. Қырыққабатымызды майдалап турап аламыз осылай. Толық рецепті төменде описанияға жазып кетемін. Көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Чоркамыздан сәбізімізді өткізіп аламыз. Сәбізі көп болғанын қаласаңыздар, толықтай бір сәбізді өткізсеңіздер болады. Мен жартысын ғана пайдаландым. Қиярымызды өткізіп аламыз. Сіздерге де жасауға кеңес беремін, қыздар. Аз уақыттың ішінде тез дайын болатын салаттардың бірі. Қызылшамызды өткізіп аламыз жақсылап. Енді сарымсағымызды езіп, майдалап турап алатын боламыз. Аскөктерімізді де дәл солай майдалап турап аламыз. Менің арнама тіркелмесеңіз, тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді рецептермен бөлісетін боламын. Енді алдын ала аршып алған картопымызды чоркадан өткізіп, жақсылап 1-2 рет жуып, сүлгіге немесе майлыққа жайып, кептіріп алатын боламыз. Осындай мен қағаз майлық төседім. Жайып, кептіріп аламыз жақсылап. Картопымыз кепкенше салатымызға тұзымызды, майонезімізді салып, жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Тұзы сіңіп, майонезі сіңіп, одан сайын салатымыз дәмді болып тұрады. Осылай бір келкі етіп, барлық жеріне майонезіміз тиетіндей етіп, жақсылап араластырып аламыз. Енді картопымызды қуырамыз. Ол үшін ыдысымызға майымызды құйып, картопымызды салып, аз-аздан жақсылап қуырып аламыз қызарғанша. Дәл осындай сары түске енгенде аласыздар. Міне бәрі дайын болды. Енді салатымызды тәрелкеге салып, жей берсеңіздер болады. Мен осылай салат жапырақтарымен әдемілеп қойдым. Ол міндетті емес, қыздар. Өз фантазияларыңызға байланысты сәндей берсеңіздер болады барлығында. Негізі осы дәл төмендегі рецеппенен 2 тарелка шығады. Мен барлығын үлкен бір тарелкаға салдым. Үстіне картопымызды қоямыз. Осымен салатымыз дайын болды. Жей берсеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет. Қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Ұнап жатса пікір қалдырып кетіңіздер комментарийге. Сіздерге де ас болсын. Осындай керемет, аз уақыттың ішінде тез дайын болатын салаттарымыздың бірі. Жасап көріңіздер сіздерде. Сау болыңыздар.